Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым өте дәмді котлеттер дайындаймыз. Ең алдымен тартылған етімізге мясорубкадан пиязды, сүтке жібітілген нанды, содан соң картопты қосамыз. Содан соң бір жұмыртқа, тұз, қара бұрыш және қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгенде бір қасықтан алып, панировочный сухариге аунатып, дөңгелек формаларға келтіреміз. Қызып тұрған табада екі жағына аунатып, котлеттерімізді қызартып, қуырып аламыз. Котлеттеріміз толық пісу үшін духовкаға салып, жарты сағатқа пісіріп аламыз. Сонымен біздің өте дәмді котлеттеріміз дайын. Қалауларыңызша гарнир жасап ұсына аласыздар. Видеоны лүпіл басып, сақтап алуды ұмытпаңыздар.